Жетінші мысалда байқайсаңдар, парабола төмен қараған, коэффициенті 0-ден кіші, теріс таңбалы болады. А коэффициентіміз парабола ордината абсцисса осіменен қиылыспайды. Демек, мына функцияның формуласын тапқанда үш мүшенің дискриминанты 0-ден кіші болады. Кешегісі алдыңғы сабақта айтып өткеніміздей, дискриминантқа байланысты. Дискриминант 0-ден үлкен болса, ординат абсцисса осін 2 нүктеде қияды, ординатасын 1 нүктеде. Дискриминант 0-ге тең болғанда жанап өтеді, және дискриминант 0-ден кіші болғанда біздің парабола абсцисса осінен не төмен, не жоғары өтетін жағдайлар қарастырылған. Енді мына 7-ші мысалға қарайтын болсақ, А парабола төбеміз -2 мен -1 нүктесі, қосымша Б нүктеміз біздің 0-де -13, осы жерден m саны -2-ге тең, n саны -1-ге тең формулаға қоятын, x мәні 0-ге тең, y-тің мәні -13-ге тең. Біз қазір А коэффициентінің мәнін анықтайтын боламыз. А коэффициенттің мәнін табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. А көбейтілген x, m-нің орнына -2-ні +2 деп жақшыға аламыз, квадраты азайтылған -1. Міне, n санын, ордината тұрған санды өз сол тұрған таңбасымен аламыз. Ары қарай y-тің орнына -13-ті қоямыз, тең А көбейтілген 0 қосылған 2-нің квадраты азайтылған 1. -13, -1-ді тасымалдаймыз, +1, 2-нің квадраты 4А болады. Мына жерде -12 тең 4Аға. Демек, Аның мәні -3-ке тең болады. Ендігі жерде y тең -3, көбейтеміз, x плюс 2-нің өрнегінің квадраты азайтылған 1. -3, квадрат 2 мүшені квадратын ашамыз, x квадрат плюс 4x плюс 4 болады, азайтылған 1. -3-ке көбейтетін болсақ, -3x квадрат, -12x, мына жерде -12 -1 болады. Мына екі өрнекті ықшамдағанда біздің формула y тең -3x квадрат, -12x, -13-ке тең. Бос мүше -13, біздің парабола -13 нүктесінде ордината осін қиып отыр. Мұқият қараңдар, 8-ші мысалды осы есепке ұқсас етіп, өз беттеріңше шығарып, жауабын комментарийға жаза кетіңіздер.